Ема, повтордан көрсетем қазір. Ема! Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Нони және мен қасымда Бакса. Ассалаумағалейкум достар. Бүгін біз Бакса екеуміз перекладина челлендж ойнаймыз. Өткен достар алдыңғы бөлімде комментарияда көп адам жазған еді. Нони перекладина челлендж түсіріңдерші келесі видеода деп. Сондықтан Бакса екеуміз перекладина челлендж ойнайтын боламыз. Бізде достар 3 раунд болады, яғни перекладинаға стандартный аяқпен теуіп тигізу, алыстан вратарлар сияқты қолмен допты лақтырып перекладинаға тигізу, және де угловой жақтан көтереміз. И баспен перекладинаға тигізу керек. Короче, 3 осындай. Аяқпен, қолмен және де баспен перекладинаға тигізу 3 раунд болады. Біз бастаймыз. Достар, бізде бірінші нүкте міне дәл мына жерден перекладинаға тигізу керек. Арақашықтық алыстау, қатты жақын емес, мына жерден тебетін ек алдында. Енді біз мына жерден тебетін боламыз. Бірінші бізде кетем деп ал. Бакса бастайды. Мен бастайын ба не? Конечно, сен бастайсың. 5 соққыдан достар. Достар, дауысқа мән бермеңдер, өйткені мына жерде астананы білесіңдер, достар, біз левый беректамыз. Левый беректе 360 градус жан-жағында үйлер құрылып жатады. Сондықтан адамдар ана жақта резакпен кесіп жатыр деп. Сондықтан ондай дауыстар үшін кешірім сұраймыз. Бұйырса, ондай дауыс жоқ жерлерді табуға тырысамыз сендер үшін. Главный лайк қой, достар. Бірінші соққы, давай, Бакса! Кетті ал, екінші соққы. Тиген ғой, достар. Мә, Бакса мықты, достар, екеудің біреуін тигізді уже. Көреміз ал, келесін, давай, кеттік ал. Ема, мұнау деген. Үшінші соққы. Рональдиньо. Бір кісіміз ғой атақта. Мә, достар, 3 соққының екеуін тигізеді ғой Бакса. Ё-майо. Что-то мен бірінші раундта ұтылып қалатын сияқтымын, Баксадан бар ғой. Достар, ренжімеңдер, мына жерім ашылып қалыпты бағана. Жауып қояйық сәл. Болды. Күн шықты достар бізде. Күн шықты. Жандостың комментарийге ізін жалғастырамыз. Давай, кет, достар. 4-ші соққы. Давай. Баксаның 4-ші соққысы. Бұл жолы енді, бұл жолы тазоры болды. Сол ғой, жақсы 4 соққы 2 рет тиді. Енді 5-ші. Лайкпен жақсы бурный комменттер жазсаңдар, тигізем иншалла. Ал достар, Баксаға сенетіндер істейіңдер. Хоп! Сәл қалды. Достар, мына доп. Миллиметр қалды. Кішкене қалды. Барынша қолынан келгенін істедім енді. Ренжімеңіздер оған. Кішкене қалды, миллиметр ғана. Тигізе алмай қалдым. Нонидің соққысын көреміз қазір. Достар, мына доп қандай деп сұрасаңдар, бұл Telstar 2018 жылғы чемпионат мира, Россияда болған чемпионат мираның добы официальный. Бұл оригинал. Достар, кеттік ал, 5-еудің 5-еуін тигіземіз, Тигіз көр енді, көрейік. Нонидің соққысы. Спокойно, начали, түртіп қойбен болмай қалды, көтерілмей қалды. Достар, негізше тигіз алмаған себебім Бакса қойып беріп отыр ғой. Бакса қойып бергесін тигіз алмайды. Қара, соңғы рет Бакса тиді, бірақ мен сонда да битсем, бір рет тигізсем, тиет қара. Лайк. Мал ғана Бакса ше. Соңғы рет по-любому аяғын тигізді допқа, көрдіңдер ғой? Жандос? Соның аурасы ана аяғының. То есть скиллы, скилл жоқ қой енді ода. Анти-скиллы допты қоршап алды. Какой скилл жоқ бар? Достар, менде 3-ақ соққы қалды. Хотя бы 2-еуін тигізуім керек Баксамен теңесу үшін. Екі шансы қалды. Екеуін тигізет қазір. Өзім қояш, өзім. 3-еуін да Бакса қойып берді, 3-еуін да. Көтін қысыз тоқта.
Ойба. Тимеші. Дұрысты қарасы. Тиген жоқпын ғой мен. Тименің ба? Жоқ, тиген жоқпын мен. Болды, кет. Кет. Кет дейо. Хай! Скилім бар деген кісі бол. Нарысы түрде иман бір рет тигізамай қалды. Өзің қойма, қалағаныңша қойып ал. Соңғыдар ма? Иә. Тигізу керек па? Иә. Тигізу керек па? Бұл жай әшін қалжың болды. Енді бақса көріп тұр ғой, енді әшін удар болған. Бесінші үшін техникаға спокойно сендер үшін тегіз көріп. Хотя бір рет дейінші, өтініш. Жоқ, достар, бақса бірінші рет қонақ болып отыр ғой мен бұл каналымда. Сондықтан бақсаға мен шанс беріп жатырмын да. Тегізу керек па? Міне. Тұра берсін да әже. Тұра бер. Ара, спокойно болыңда. Тұра бер. Тиген жоқ па? Тиген сияқты болды, ә? Жалап кетті? Иә. Жалаған өз Сен дауысын естіді. Давай, видеоны бүйтіп. Қара, достар. Давай, тағы да бір удар берейікші, жарайды, скидка. Жоқ, жаңағы жалап кетті ғой, спорный ғой. Иә. Спорный. Енді жаламау керек. Міне, спокойно ғой. Давай. Жоқ, қара, бақса, қара. Давай, Жандос. Бақса, қара. Бақса, қара. Давай, тоқтар. Бесінші соққы ма? Ой! Какой 5-8 ғой уже, ё-моё, 8-ші соққысын ұрып жатыр ғой, ятсың. Достар, біз алдында кішкентай поляларда түсіргеннен кейін воротаға үйреніп қалғанмын да. Үлкен воротаға. Жоқ, қараңдар, достар. Достар, негізі бақса дуалап қойған, бұл мүмкін емес. Мен деген бақсымын ғой өткені. Бақса Мүмкін емес қой, достар. Мүмкін емес қой, Жандос айтса. Достар, Жандос алдыңғы видеоның біздің оператор ғой. Ол көріп жүр, алдында Тима Тұрар үшеуміз жарысқан кезде перекладинаға мен көп тигізетінім, иә? Иә. Енді мына жерде білмеймін мен. Білмеймін ғой, достар, қанша ақталып жатыр, 9 рет бердік қой. 13-сін тегініп жатыр, ятсыз бар ғой, мынау бар ғой. Қара, спокойно ғой міне. Все, мен точно қайтмай, қойшы. Куда деп ташу? Мына болмады мына. Достар, қараңдар, достар. Достар, қараңдар. Мен бар ғой, просто тоқып тапқаламда да желкем ойбай! Ема, достар. Ема, повтордан көрсетем қазір. Өзінше мен доп ұшып кетпесін деп мына жерде тұрамын деп еді. Басынан доппен нұғып жібергенсің ғой. Достар, перекладинаға тигіздім. И доп резко астыға тиіп, бақсам басынан сырқ еткізеді ғой, ема. Рахаттанып қалдым мен бақса. Соншама күліп, нем бар еді десе, күлме достыққа келер басқа деген арасы. Сол ғой, ема. Достарды қадірлей біліңдер, қанша ойын болса да. Сол ғой. Мә саған. Қанша рет тептім да, достар. Енді есептелмейді ғой, білем енді. Просто перекладинаға бір рет тигізім келді да. Өзіме сүймей атым да, вообще тимей атыр да. Алдын жақсы тигізетінім, түсінбей түйіп отыр, бақса көліп атыр үстімде, мазақ қылып атыр. Рахаттанып қалдым, достар, рахаттанып қалдым. Достар, дарылдаған дауыспен ремонттың келесі раундты бастаймыз. Екінші раундта бізде дәл сол перекладина, бірақ қолмен лақтыру. Бүгін екінші раундта біз вратардың рөлін ойнаймыз. Вратарлық қабілетімізді тексереміз. Енді вратарлар қолмен көп шарп береді, ол лақтырады ғой. Пас береді там ойыншыларға. Сол себепті сол скиллмен көреміз. Я сол скиллді тексеріп көреміз, перекладинаға тигіземіз. Бүгін перекладина челлендж, тек перекладина болады. Что там, қолмен дайынсың ба? Конечно. Сәл қалды. Жаман екен ма? Қиын ба? Я, мынандай лақтырмасаң бүйтіп. Тупой.
Не болып кетті мынау? Сәл прикинь. Қолмен тигізу қиын сияқты, аяққа қарағанда. Ема, достар! Бар ғой, бар! Тік еткізген ғой. Милан сила деймін. Не қылдың, Қайып кеткен соң ба, ема. Жалпы 3 раунд қой. 2-де 1 ұпаймен ұту керек қой біреу бізде. Иә, 2-де 1 ұпаймен. Ұтуға адамға не істейміз? Давай бүйтеміз ана. Жұмыртқа бар ғой. Соны сатып аламыз да. Соны лақтырамыз атайын. Біреу. Тұрақтар. Артына. Сәл алыстан лақтырайық. Өткен жақыннан қатты тиеді ғой. Алыстан лақтырамыз. Тигені, тимегені. Все, профукал деген сөз да. 3 рет лақтырамыз. Уверенсің ба? Уверен өзіме, сөзіме. Достар, арқаға бүкіл күшімізбен жұмырт. Мына қара құсыңа тиісеші? Қара құсқа емес. Басын еп тұреді ғой, басын бүйтіп тұрады. Жоқ, бүйтіп тұрасың ғой. Иә, давай. Футболканы сыртынан жұмыртқа лақтырамыз. Флот. Айбай. Кеттік ал. Ток. Қараңдар достар, 5-еудің 4-еуін тигізім. Жай лақтырасың ғой, не бәлем бұл? Бағана мен лақтырғанымды көрдіңдер ма, достар? Главный, вратарский. Ондайды білгенде мен де өсі лақтыра салады ма? Міне. Улар, мен бұлай лақтырасың, қат. Бұлай лақтыр. Ладно, дәріс бірден өлі. Саған ешкім айтқан жоқ, бүкіл күшіңді лақтырды. Дұрыс па, достар, ешкім айтқан жоқ қой? 1-0. Допты ешкім әкеп берген жоқ, доп өзі келеді маған. Какой 1-0? 1-1-де. Тегізі. Тегізім ол. Не дейсіз? Жоқ, жағаға не дейсің? Бергезе қашпазы. Келесі раундты бастай бәкші. Қалай лақтырдым, көрдіңдер ғой. 3-еудің 2-еуін тигіздім ғой. 2-еу қалды менде тағы да. 2-ші раундты мен уже ұтып тұрмын, бірақ менде 2 рет лақтыру қалды ғой. Енді ұттым ғой, болды ғой енді, бірақ 2-еуін бүкіл күшіммен лақтырам. Қараңдар ал. Мынау керек па саған? Мынау керек па? Давай, тағы да. Қане, қара, мынау керек па? Давай, братан. Давай, оп. Аха, көрдіңдер ғой достар. Қой бекет. Кет қала беріп. Бірақ қайтып келе ба? Сол бірақ қайтып келе беріп. Ойнай бот. Достар, 1-ші раунд бокс атты, 2-ші раунд мен ұттым, көрдіңдер. Енді 3-ші шешуші раундта угловойдан мысалға мен қазір көтерем, әулетіп көтерем, сол кезде бокста баспен ұрып перекладинаға тигізу керек. Бұл вообще қиын. Нони біздерде угловойдан тибетін болды, қараңдар. Көтерет маған. Добын көтеріп, мен баспен соғым керек. Перекладинаға. Айтуға мені, мына бар ғой, көтер алмайды ғой. Жынды екен ғой мынау. Ерді сіз мағанға кетті. Жеріп сүрген жоқпын ғой мен. Ада ел бар ғой. Кім көтер алмайды. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Достар, 5 соққының біреуі де тиген жоқ. Енді бокса көтереді, мен ұрам. Бір рет тигізсем болды, мен жеңімпазбын. Жұмыртқаны боксаға лақтырамыз кезде.
бізде ничья болып тұр, сондықтан шешу үшін кім ұтқанын 4-ші раунд ойнаймыз шешуші. Бірінші перекладинаға тигізгенге дейін. Бірақ бұл жолы допты қолға ұстап тұрып, лақтырып жерге түсірмей тебеміз. Яғни былайша мына. Андақтыр мына. Осылай перекладинаға тигізу керек. Удармен. Тоже бара-бара қиындап бара. Я, удармен, қатты соққымен. Ай, бөй. Жүр. Кім тигізеді, сол жеңімпаз. Қазір мен тигізсем де бақсада шанс болады. Тигізе алмай қалса мен ұтамын ғой. Золотой перекладина удар. Дима. Ё-моё. Ой. Ай, ё-моё. Ух, ё-моё. Ай, ё-моё, чуть не надо было, ё-моё. Ай, күнәлді. Тимед мане. Кішкене қалды, прикинь. Сәл қалды, сәл, емоз. Түстесін. Базарым. Болды мен. Сенде бір шанс бар әлі. Ема. Бақсада бір шанс бар. Мен де көрдіңдер ғой қалай деп едім. Тигізіш өтініш, тигізіш надо. Мен тигіздім, енді бақса тигізсе қайтадан жалғастырамыз. Тигізе алмаса болды, жұмыртқаны. Бақсаны арқасына лақтырамыз. Нең бар еді келіп бүгінгі челленджге? Нең бар еді? Жандос, шешіп бересің кейін. Бәле жоқ, сен отылсаң отыл, артқа жұмыртқа мен соққыны Жандосқа атамыз. Болды ес. Келсесің ба? Болды, келсем. Келсесің ба Жандос? Жоқ дейді. Давай ал, удармен бақса. Bir şans. Ben ayda baksa konakko bir şans veremiz. Bir şans. Davay. Tағы bir şans verem. Davay. Ver. Qara Жандос bir soqqidan tegizemiz. Qaranglar. Dostlar qiziq bo'lsin. Baksa. Егер Жандос bir попыткадан удармен tegizетін болsa, мен ұтыла маған жұмыртқа лақтырасың. О, давай бақса. Видео қызық болсын, давай. Сен бақсаның көтін құтқара аласың, Жандос. Бақсаның көтін құтқара аласың. Давай. Удармен бірақ. Давай. Жандурик. Мам. Болды. Саған 10 жыл берсе де тегізе алмайтын сияқтысың ғой. Достар, көрдіңдер. Енді дүкеннен барып жұмыртқа сатып алу керек. И бақсаға жабыстырамыз арқасынан. Не, достар, Жандос жұмыртқа алып қайтты бізде. Көрсетші. Неше бар осы? 5 жұмыртқа алып келген ғой. Достар, бақса бағанадан бері арқаға 3 жұмыртқа лақтырамыз деп ойлап отыр екен. Соған дайындалып отыр екен, бірақ мен өзім оны құтқардым, бір-ақ рет лақтырамыз деп. Bir жұмыртқа лақтырамыз, болды. Әр жерге лақтырамыз. Тарса шапын. Ана дұрыс тимей қалды, бақса. Жаман ашып кетті ғой. Дұрыс тимей қалды. Қызарып қалды ма? Қызарып қалды. Тым да қызарған жоқ қой? Адем тиді. Кішкентай ана. Күдей ішінде ма? Достар, өкінішке орай жұмыртқаны дәл арқасына тигізе алмай қалдым. Денесінің шетіне тиді. Бақсамен реваншты қаласаңдар, лайк басыңдар, комментарий жазыңдар. Мен обязательно қосылам келесі видеороликке. Егер атып атса осы видеоролик бар ғой, келем тағы да. Достар, сендердің көмектерің арқылы мен отам келесі жолы. Отвечаю бар ғой. Бақсан қолдандар, тұрарды қолдаған сияқты. Все, сау болыңдар достар, келесі видеоларда көріскенше. Келесіде бұйырса Тима қосылады. Ол біздің ойын футбол ойын тұр ғой. Сау болыңдар. Давайте.